Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге күлкілі сұрақтарды жасыратын боламын. Барлығы 25 сұрақ. Сіздер иә немесе жоқ деп жауап бересіздер. Комментарийға жазып кетіңіздер, қанша иә деп жауап бердіңіз. Олай болса бастаймыз. WhatsApp-тан шатасып басқа біреуге жазып қойған кезіңіз болды ма? Иә немесе жоқ. Оп-оңай қосу, алу есептерді калькулятормен шығарғансыз ба? Иә, жоқ. Досыңның өтпеген әзіліне өтірік күле салған кезің болды ма? Иә немесе жоқ. Сен қонаққа барғанда нәскиің жыртық екенін байқамай көрген кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен төсекте жатқанда ұйқысырап телефонды құлатып алған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен сабаққа бармау үшін өтірік ауырып қалғансың ба? Иә, жоқ. Сен алыста тұрған адамды досыңмен шатастырып ыңғайсыз жағдайға түсіп пе едің? Иә, жоқ. Сен видеоға түсіп жатқан камераға фотоға түсіп жатырмын деп қозғалмай тұрғансың ба? Иә, жоқ. Сен киімдеріңді теріс киіп алған кездерің болды ма? Иә, жоқ. Сен жазбайтын қаламды тексеріп қағазды әрі-бері шимайлаған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен сенбіде ерте сабақ болады деп тұрып алып дайындалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Мектептегі апайыңды байқамай мама деп айтып қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Манекенді шын адаммен шатастырып қорқып кеткен кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен байқамай дұрыс емес дәретханаға кіріп кеткен кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен бөлмеге кіріп, бірақ ол жерге не үшін барғаныңды ұмытып қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен телефоныңды үйге қалдырып ұмытып кеткен кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен будильник қойдым деп ойлап, бірақ қоймай ұйықтап қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен сөйлеп жатып, не айтатыныңды ұмытып қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Дым пайдасы жоқ зат алып сатып алған кезің болды ма? Иә, жоқ. Бала кезде көрпелермен үй жасап көріп пе едің? Иә, жоқ. Сен артыңда тұрған адамға амандасып тұр деп қол бұлғағансың ба? Иә, жоқ. Сен нәскиіңді теріс киіп алған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен бос стаканда су бар деп ойлап ішіп көрген кезің болды ма? Иә, жоқ. Біздің арнамызға тіркелгенсің бе? Иә немесе жоқ. Тіркелмесеңіз міндетті түрде тіркеліп өтіңіз, өйткені мені тіркелмей көретін адамдар көп екен. Назарларыңызға рахмет.